Баршаңызға сәлем. Бүгін мандариннің денсаулыққа пайдасы мен зияны және мандарин қандай аурулардың алдын алады, сол туралы айтамыз. Мандарин мәңгі жасыл өсімдіктің жемісі. Отаны Қытай, атауы да Қытайлардан келген. Мандарин құрамында қышқылдар А, Д, К, С дәрумендері. Сонымен қатар минералдар магний, калий, темір, натрий, кальций бар. Мандариндер құрамында табиғи антисептиктер бар. Қабықтың құрамында 1-2% эфир майы бар. Сонымен қатар пигменттер, мысалы каротин бар. Қыста бұл цитрус витаминдердің жетіспеушілігін толтырады. Сонымен қатар аскорбин қышқылының жоғары дозасы арқасында иммундық жүйені нығайтады. Барлық цитрус жемістері сияқты мандарин де суық тиюді емдеуді тездетеді. Эфир майы тыныштандыратын әсерге ие. Ол стрессті жеңілдету, ұйқыны және әл-ауқатты жақсарту үшін пайдалы. Мандариндер аз калориялы өнім болып саналады, бірақ оларда қант жеткілікті. Осыған қарамастан олар салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Сонымен қатар мандариндер тәбетті ашады. Сондықтан арықтағысы келетіндер бұл цитрусты тамақтан кейін, ал салмақ қосқысы келетіндер тамақ алдында жеу керек. Мандариннің денсаулыққа кері әсерін беретін тұстары да бар. Мандариндер цитрус, сондықтан олар жиі аллергия тудырады. Сондықтан оларды артық жеуге болмайды. Мандариндердің құрамында аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан оларда асқазан жарасына, қышқылдығы жоғары асқазан мен ішектің қабыну ауруларының өршуі кезінде қолдануға болмайды. Сондай-ақ мандаринді аш қарынға жеу денсаулыққа зиян келтіретінін ұмытпаңыз. Мандариндердің емдік қасиеті бар. Диетологтар мүмкіндігінше мандариндерді көбірек жеуге кеңес береді. Себебі оның құрамында көптеген дәрумендер мен пайдалы микроэлементтер бар. Мандариндер иммунитетті нығайтып, онкологиядан қорғайды. Мандарин шырыны бауырдың қатерлі ісігін емдеуге ең тиімді әдіс. Мандарин тамырларды артық холестериннен тазалайды. Қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. Сол себепті бұл өнімді тұтынатын адамдарға диабет қаупі жоқ. Сондай-ақ көру қабілетін жақсартады. Мандарин құрамында А дәрумені көз жанарын жақсы қорғайды. Қан құрамын жақсартады. Мандариндер темірге бай және адамның анемияға шалдығуына жол бермейді. Семіздіктің алдын алады. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Магний мен В6 дәрумені күйзеліске қарамастан жүйке жүйесін бір қалыпта ұстауға көмектеседі. Тістерді қорғап, сүйекті қатайтады. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.